14 желтоқсан бейсенбіге арналған жер планетасындағы негізгі оқиғалар топтамасын ұсынамыз. Түркияның солтүстігінде Золгултанг провинциясында болған селден 2 адам қаза тапқан. Таудан аққан жауын суы селге ұласқан соң елді мекендерде тұрғын үйлерге залал келтірген. Үйіндіге айналған 2 қабатты үйдің астынан 82 жастағы әйел мен оның 51 жастағы ұлының денесі шығарылды. Одан бөлек 20 адам жарақат алған. Оның 15-і госпитализациядан соң үйлеріне қайтты, ал 5-еуі әлі де ем алуға емханаға жатқызылды. Өзбекстанның Наваи облысы Хатирчи ауданында 4 балдық жер сілкінісі тіркелді. Эпицентр тереңдігі 10 километрде болған. Нұратада және Наваида 2 бал болып сезілген. Айта кетелік, Хатирчи ел астанасы Ташкенттен 306 километр қашықтықта. Зардап шеккендер жоқ. Индонезияның Суматра аралында Марьяпи жанартауы атқылап, аспанға күл мен қою түтін шығарды. Таңғы сағат 6-да оянған жанартаудан зардап шеккендер жоқ. Айта кетейік, дәл осы Марьяпи жанартауы соңғы рет 1 апта бұрын ғана оянған еді. Ол кезде апат салдарынан тауда 23 альпинист қаза болған. Ал ең үлкен оқиға 1979 жылы болған. Ол кезде осы жанартау 60 адамның өмірін қиған болатын. Қытай астанасы Бейжіңде қатты суық ел тұрғындарына ауыр тиіп жатыр. Мектептерде сабақтар тоқтаған, құтқару қызметтері күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Алдағы демалыс күндері Бейжіңде -18 градус Цельсий болады деп күтілуде. Швейцарияда толассыз жауған жауын-шашын мен еріген қар суынан су тоғандары деңгейі көтерілген. Ал Вали кантонында су тасқыны болды. Дәл осы Вали кантоны қауіпті аймақ деп жарияланды. Құтқару қызметтері бар күшімен жұмыс жасауда. Ал Женевада Арве өзенінде су деңгейі көтерілуіне байланысты Вольт де Арве және Анация көпірлері жабылған. Қырғызстанда қалың қар жауып, ел тұрғындарына қиындық тудыруда. Көлік жолдары жабылып, жолдағы қарды тазалау жұмыстары үздіксіз жүргізілді. Қаратас-Қапшағай бағытындағы тас жолы тазаланып жатыр. Мәскеуде шығыс бөлігінде Атқорада өрт болып, 16 ат жанып кетті. Мәскеудің шығыс администраторлық округі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазақстанның басым бөлігінде болған қатты суықтан бірнеше ірілі-ұсақты қалаларда су мен жылу беру қазандықтарында апат болып, ел тұрғындарына әбден әбігерге салуда. Ауыз суға қолы жетпей, суық пәтерін тастап туыстарының үйін жағалап кеткен қала тұрғындары ел билігіне наразылық білдірген видеоларды әлеуметтік желілерде көптеп таралды. Ал жергілікті билік өкілдері бірінен соң бірі апаттың салдарының жойылғанын, апатқа құбырлардың әбден тозғандығын айтады. Таразда мұз құрсауынан аққу құтқарылды. 112-ге келіп түскен хабарламадан соң құтқарушылар қала паркіндегі тоғаннан аққуды мұз құрсауынан аман алып қалды. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған ел тұрғындарын суды үнемдеуге шақырып сөз сөйледі. Айта кетелік, Түркия су жетіспеушілігі мен құрғақшылық проблемасынан зардап шегіп отырған ел болып саналады. Ел президенті өз сөзінде бізде ысырап жасайтындай артық бір тамшы су жоқ деп кесіп айтты. Экологиялық белсенділер президенттің үндеуіне дән риза. Бүгінгі әлемдік табиғат жаңалықтары топтамасы осы. Арнамызға тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз. Жер сілкінісі туралы әзірленген видеомызды да көруге кеңес береміз. Аспан 7 арнасы күнделікті жаңалықтарды бізден біліңіз.